Қараңыздар, мен сіздерге бүгін өте күшті сайт айтатын боламын. Өздеріңіз көргендей бұл жерде барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге телефонмен қалай майнинг жасауға болатынын көрсететін боламын. Ол майнингта сіздердің телефондарыңыз шаршамайды, уайымдамаңыздар, және де сіздердің интернет трафиктеріңіз, ештеңелеріңіз кетпейді. Ол майнингқа біз екі түрмен майнинг жасасақ болады. Тегін майнинг жасасақ болады, және де ақша салып майнинг жасасақ болады. Мен қазір сіздерге тегін қалай майнинг жасайтын, содан кейін ақша салып қалай майнинг жасайтын барлығын көрсетемін. Өзімнің ақшамды салып, сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен қанша ақша салдым, қанша майнинг етуге болады, барлығын осы видеодан көресіздер. Dogecoin, Tron ешқандай қиындықсыз өздері жиналып жатыр. Мен осы видеода барлығын сіздерге түсіндіремін. Ал енді қараңыздар, бұл өздеріңіз көргендей minerhash.com деп аталады сайттың аты. Ссылкасы менің телеграм каналымда болады, немесе YouTube каналымда закрепленный комментте тұрады. Ал енді қараңыздар, бұл жерден біз қалай ақша табамыз. Бұл турецкий сайт. Енді бірінші рет көріп тұрмын мен, шын айтайын, интернетте турецкий сайтты. Бұл жерде біз Dogecoin, Litecoin және де Tron майнинг ете аламыз. Ең бірінші ол үшін не істеуіміз керек? Регистрация деген бас, регистрация жасайсыздар. Ал одан бұрын кішігірім танысып шығайық. Міне көргендеріңіздей самый быстрый майнинг Litecoin, Tron, Dogecoin деп тұр. Шынымен де өте жақсы төлейді. Күніне қазір барлығын есептеп көрсететін боламын. И тағы да бұл жерде регистрация жасаңыз болады, бонус алсаңыз болады, достарыңыз шақырсаңыздар болады. Барлығы жазылған. Ал енді сіздер қараңыздар, регистрация деген басасыздар. Регистрация жасау ешқандай қиындығы жоқ. Міне көргендеріңізде есіміңіз жазасыз деп тұр. Бұл жерде турецкий жазылған, email адрес и парольді қайталап шығасыз деп жазылған. Ал мен қазір өзімнің жеке кабинетіме кіретін боламын. Қараңыздар, мен кіргеннен кейін осы маденшлик деген бассаңыздар, бұл майнинг деген сөз турецкий. Ал енді қараңыздар, астыға қарай түсетін болсақ, бізде міне қазір менде майнинг етіліп жатыр. Бірінші LTC, яғни Litecoin майнинг етсеңіздер болады, немесе Dogecoin менде автоматты түрде басталды. Одан кейін Tron. Міне қараңыздар, бұл күніне ең аз дегенде 0,5 Dogecoin табасыз, 10 Dogecoinға дейін деп тұр. Және де өздеріңіздің тапқан Dogecoinдарыңызды осы жерден реинвест жасаңыздар болады. Яғни осыны тапқан Dogecoin'ыңызды қайтып осы сайтқа саласыз. Яғни бұл сайттан сол кезде сізге көбірек Dogecoin жиналады. Мысалы қазір ештеңе салмасаңыз, күніне 0,5 пен 1 Dogecoin арасында жиналса, одан кейін ақша салсаңыз, бұл жерге бірден жоғары қарай кете береді. Қанша ақша салғандарыңызға байланысты деп ойлаймын. Енді жарты Dogecoin деген дәл қазір есептеп көретін болса, калькулятормен, мысалы бір күнде сіз жарты Dogecoin майнинг ететін болса, ештеңе істемей бір күнде сізде 64 теңге пайда болады. Яғни бұл жерде просто майнинг басып қоясыздар, ал жиналған ақшаны реинвест қып толтыра берсеңіздер болады. Одан бөлек бұл жерде тағы да одан бөлек нәрселер бар ақша табуға болатын. Чекме, яғни бұл жерде ақша шығару, одан кейін реферал, яғни достарыңыз шақырсаңыздар, тоже сіздерге бонус береді. Одан кейін бұл жерде одан қызықты нәрсе бар екен. Қараңыздар, YouTube, TikTok, Ardul деген, бұл жерде сен TikTokқа осы сайт жайлы видео түсірсең, YouTubeқа түсірсең, саған бонус береді. Қандай бонус беретін бұл жерде жазылмаған, бірақ оқып танысып шықсаңыздар болады. Мысалы қараңыздар, TikTokта 10 мың подписчиктарыңыз болу керек, одан кейін 2,5 мың сағатыңыз болу керек деген сияқты нәрсе жазылған. 2,5 мың times or more деп жазылған. Одан кейін YouTube'та тоже 1000 досыңыз болу керек и 1000 сағатыңыз болу керек деп жазылған. Бұның барлығы менде бар. Яғни қазір көретін боламыз. Менде осы жерге жіберіп көремін өзімнің видеомды қазір түсіріліп жатқан, и не беретінін көретін боламыз. Бұл жерде мен барлығын оқып шықтым. Міне осы жерде жазылған. Қараңыз, сізде барлығына керекті YouTube немесе TikTok немеңіз болу керек, учетный записіңіз болу керек, 6 айдан алдын ашылу керек, 500 подписчиктен жоғары болу керек. Яғни өздеріңіз ары қарай да оқып шықсаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Кім TikTok, кімде YouTube, кімде TikTok бар, түсіріп көрсеңіздер болады. Одан бөлек қараңыздар, Parayeterma деген басатын болсақ, қазір бұл жерде мен түсіндім. Бұл жерде біз осы, яғни майнингқа ақша салсақ болады, өзіміздің ақшамызды салсақ болады. Майнингті тез жүргізу үшін, мысалы қараңыздар, сіз Dogecoin салғыларыңыз келсе, осы адресті аласыздар, копировать етесіздер. Одан кейін кез келген жерден салуға болады. Binance биржадан болсын, Trust Wallet'тен болсын, немесе Faucetpay деген тоже крипто кошелек. Қазір мен Trust Wallet'тен қараңыздар. Менде 31 TRX бар. Менде өкінішке орай биткоин жоқ, Dogecoin жоқ. Dogecoin сізде если бар болатын болса, сол сайтқа салғыларыңыз келетін болса, Dogecoin басасыздар и отправить деген басасыздар.
мына дәл осы жерге адрес қоясыздар, қанша Dogecoin жібергілеріңіз келеді, мені жібересіздер. Міне осы жерден адрес аласыздар. Мысалы қараңыздар, Tronның адресі, Doge'дің адресі, одан кейін Litecoin'ның адресі. Ал ақша шығарғыларыңыз келсе, бұл жерден пара чекме деген басасыздар. Пара чекмеден сіздер ақша шығарып аласыздар. Қалай ақша шығаруға болады? Қараңыздар. Менде қазір 0.05 Dogecoin жиналған. И Элис Эдеркси Экелме деген жерге сіз өзіңіздің адресіңізді жазасыз. Dogecoin адресіңізді жазасыз. Dogecoin адресіңізді сіз қалай аласыз? Қараңыздар енді. Бұл жерде отправить деген басып алдық қой, жаңа Trust Wallet'тен енді получить деген басамыз. Одан кейін скопировать етеміз. Все осы жерге вставлять етеміз. И пара чек деген басамыз. Пара чек деген, яғни кетті деген сөз, шығару деген сөз. Минимальный сумма шығаруға болатын бұл жерде 0.003 Dogecoin деп жазылған. Бірақ мына жерде басқаша жазылған. 50 Dogecoin деп жазылған. Еш білмеймін, түсіну қиын жалпы. Қазір мен барлықтарыңыздың көздеріңізше мен өзімнің Tron'ымды салып көрейін осы сайтқа. Просто қызық болып тұр маған. Қараңыздар, мен де Tron адрес аламын. Копировать етемін. Менде артық Tron'дар жатқан еді осы жерде. И отправить деп басамын, осы Tron адресті қоямыз. И количество максимальный, яғни барлығы Tron'ымды жіберемін. Продолжить басамыз. И транзакция подтверждать ететін боламын. Қарасаңыздар болады, дәл қазір мен өзімнің яғни Tron'ымды сол майнингқа отправить еттім. Яғни енді менде Tron'да майнинг жасалатын болады қазір. Мына ожидание транзакции деп тұр, әлі түспеді. Қазір осы сайтқа кіріп көретін боламын. Мына менде кетті. Түсті, содан кейін автоматты түрде майнингке кетті. Яғни енді мен күніне 1,5 Tron табатын боламын. Өздеріңіз көргендей жарты Dogecoin и 1,5 Tron табатын боламын. 1,5 Tron деген примерно 2 цент, қателеспесем 30 Tron'ымды мен былайша айтқанда 21-22 күнде ақтап алатын боламын. Енді өздеріңіз көресіздер, бұл жерде ешқандай ақша салмай ақша тапсаңыздар болады, одан кейін ақша салып ақша тапсаңыздар болады. Осы видеода барлығын көрсеттім, толығымен түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ал басқа да видеолардан ақша тапқыларыңыз келсе, мен басқа видеоларын көрсеңіздер жеткілікті.